Қайырлы түн оқырман. Бүгін Айбек пен Эдуарданың той болып жатыр. Жас жұбайларды құттықтап қояйық. Қандай керемет әдемі жұп. Қыз, ол жолдас деген болмаған екен. Керемет үлкен мейрамханада болып жатыр екен. Той қонақтар шақырып. Тойда Ақерке, Саттаулет, Аяна, Ақтөре, Шерхан, Айсұлтанден қатысушылар жүр екен. Бауыржан, балауса жүргізушілерді де көріп қалдық. Құттықтаймыз. Айбектің өзі Instagram парақшасында тойға қатысты жазбасын қалдырды. Көптен күткен той, Алла бұйырып осы күнге түсіпті. Өте қатты қуаныштымын. Біреудің тойына барып көңіл көтеріп ішіп жеп. Барғым келсе барып, барғым келмесе бармай қалушы едім. Енді сол үлкен тойдың жауапкершілігін сезініп жатырмыз, деді Айбек. Алланың назарында, бақыттың базарында жүріңдер. Үбірлі шүбірлі, өнегелі отбасы болыңдар. Ұстаған қолдарың немере, шөбере, шөшек, немені көргенше ажырамасын. Көңіл-күйіміз қалай? На русском как настроение? Хорошо. Шабалақ. Дұрыс болғар қашанғы ыңырсытып жүреді. Ерасыл молодец, бәріне жол бастап берді. Нұрдаулете Ерасылдың методымен үйленіп еді. Енді Айбек дұрыс болған. Шынайы үйленгің келсе, қазақтың салтымен кіргізіп алу керек. Бабалардың жолдарын жалғап келген, үстіне жабан жауып арман берген, ассалаума. Жаным бақытты бол, Эдуарда, сенің жылағаныңды көріп көңілім босап кетті. Главный сүйген жігітіңмен бақытты болыңдар. Барған жерің құнарлы болып тастай батып, судайсың. Және барған жеріңді бақытты қыла отырып өзіңде бақытты бол. Келін әкеп, хандар сайласын, билер билескен зәулім сарайға той жасатып.